Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбе қосылған булочканың рецептін ұсынатын боламын. Қараңыздар, сап-сары әп-әдемі болып шығады. Бұл рецептпен сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Достар, каналымның дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Енді жылы сүтімізді құйып аламыз ыдысымызға. Содан соң үстіне ашытқыны салып, шекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне содан соң тұзымызды саламыз және сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Бұл қамырдың ерекшелігі, үстіне біз кішкене бал қосамыз. Балдың дәмімен қамырымыз енді керемет үйлесетін болғандықтан өте дәмді болады. Балды салып, жақсылап араластырып алып, одан соң ұнымызды шетінен сала отырып, алдымен венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұп-жұмсақ қылып, әдемі қылып қамырымызды илеп аламыз. Ешқандай қорықпаңыздар, қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады біздің. Қамырымызды жақсылап илеп алып, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбеге жұмыртқаның сарысын салып, және шекерді салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ірі сүзбелеріміз болса, қыздар вилкамен жақсылап езгілеп алғанымыз дұрыс. Біздің мінеки начинкамыз да дайын болды. Енді қараңыздаршы достар, біздің қамырымыз өте керемет болып көтерілген, жұп-жұмсақ, кез келген формаға икемді болады. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан кішкене ұнымызды сеуіп, қолмен, одан соң оқтаумен жақсылап қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқа қылып немесе қатты қалың қылмаймыз, орташа қылып тегістеп қамырымызды жайып аламыз. Енді қамырдың бетіне сары майымызды салып, тегістеп жағып шығатын боламыз. Содан соң сүзбемізді салып, толықтай қамырдың бетіне жайып шығамыз. Барлық жерге тегістеп, әдемілеп, асықпай жағып шықсаңыздар болады. Енді үстіне мен кішкене мейіз қостым. Сіздерде қоссаңыздар болады, немесе қалауларыңыз бойынша дәнек қоссаңыздар да болады. Видеодағыдай қамырымызды шетінен бастап, осылай орап шығатын боламыз. Шет-шетін жақсылап, осылай видеодағыдай қысып шығамыз, өйткені қамырымыз ажырап кетуі қажет. Енді қамырымызды теңдей етіп әдемі бөліктерге бөліп аламыз. Бізде әдемі осындай формалар пайда болады. Арнайы формаға немесе осылай пергаментный бумага төселген формамызға салып шығып, үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді қосып, булочканың бетіне толықтай етіп әдемі қылып жағып шығып аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Менде 180 градуста 20-25 минутта пісті. Уақыты сіздің пешіңіздің қызуына байланысты тез дайын болады біздің булочкаларымыз. Достар, сіздерде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет.